Баршаңызға сәлем достар. Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Осы бір керемет айда осы құрманың дәурені жүретін кез. Сондықтан бүгін құрма шоколады және жент шоколады дайындайтын боламыз. Құрмамызды жақсылап жуып, суын сорғытып аламыз. Одан кейін орехтарымызды дайындап қоямыз. Орехтарды кейін украшениеге қолданатын боламыз. 500 грамм талқанға 200 грамм сары май, 300 грамм қойытылған сүт қосып жақсылап араластырамыз. Және де талқан мен сұйықтықтың мөлшері бірдей болу керек. 500 де 500. Жақсылап араластырамыз. Біздің талқанымыз алғашқы кезде сұйықтау болады. Кейін талқан барлық сұйықтықты өзінің бойына сіңіріп алғандықтан ол қатады. Және де осындай формаларыңыз болса, формаға салып, бетін пышақпен тегістеп, әдемілеп жасаймыз. Болмаса құрт сияқты жасасаңыздар да болады. Және де ерекше болу үшін орехтармен, кез келген жемістермен сәндесеңіздер болады. Кейін шоколадқа аунатып аламыз. Және де осындай королевский, яғни дәу үлкен құрмаларды алып, оны жақсылап жуып, сорғытып алған соң ортасын кесіп, ортасына миндаль салдым мен. Кез келген жеміс, сухофрукты салсаңыздар болады. Осылай барлығын дайындап алып, шоколадқа батырып аламыз. Енді өздеріңіз қалауларыңызша жартысынан, болмаса полный шоколадқа батырып жасасаңыздар да болады. Болмаса осындай варианттармен де жасасаңыздар болады. Өте керемет, дәмді болып шықты, жұмсақ. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Таңшолпан.